қоршаған ортаға деген адамның адам мен қоршаған ортаның қарым-қатынасы және осы қазақстанда өзегі экологиялық ахуал болып жатыр. Мысалы батыс қазақстандағы су тасқыны көп жылдар бойы келе жатқан Алматыдағы ауаның ластануы экологиялық мәселелерге келетін болсақ, ол көлдің ластануы, фабрикалардан шыққан түтіндердің қалдықтарының экологиялық мәселелері қандай болады, оның нәтижесі, сол өндіру нәтижесінде қандай зиянын әкеледі Қазақстан жеріне, табиғатына. Қоршаған ортаның ластануы, ауаның ластануы және өзен көл кеткендей Қазақстанның байтақ жері жазып салу. Сол салдарынан көптеген машиналар биоактивтің жоғалуы, ол жалпы қазақ жерін дұрыс пайдаланбауы, сосын заңсыз аңдарға болсын. Жаһандық экологиядағы мәселелер, жаһандық жылу, жер сілкінісі, ормандарда өртелуі, осылардың ері. Ең басты қиындықтарға келетін болсақ, ол климаттың өзгеруі, озон қабатының бұзылуы. Жаһандық экология әлемде болып жатқан проблемалардың бірі жер сілкінісі және су тасқыны, ормандардың өртенуі, цунами мен торнадоның болуы. Ал қазақстандық экология болса, торсой, безотосы, қазіргі моментте су тасқынының болуы, Абай облысындағы орманның өртенуі және де адамдардың қаланы ластауы. Шешу жолдары секілді еліміздегі жалпы ең құрылған қаладағы экологиялық мәселелерге толғақ қызықты өтті. Жалпы әлемдегі экологиялық мәселелердің барлығын түсіндік.